өткен жылы әйелім аяғы ауыр болып ораза ұстамап еді ғой. Енді мен былай естуім бойынша көптеген нелер айтады да, мана не істеу, оны қайтару немен дейді да, қаза алып беру дейді да, ораза ұстап беру керек. Сол мнение қатты дейді ғой несі. Бірақ енді әйеліме соны айтсам, сен ұстап бер, ораза ұстауың керек деп. Қазір ұстап отыр ораза болып. Ол айтады, мен былай тыңдап алған нелерім бар, өзі сүйеніп тұрған нәрсем бар дейді да. Сүйеніп тұрған нәрсем бар, мен осындай адамдардан естідім. Олар айтады, міскін тойдыруға болады дейді. Сөйтіп ол 20 міскін тойдырып жатыр уже. Енді мен айтамын да, жоқ, мен айтып отқан неміз мана ораза ұстау мнениесі ол қаттырақ деймін да, ол өз естуім бойынша. Сол сіздерден басқа назар қылады өткен жылдары мана оған дейін айтып жүрген не істеу міскін тойдыруға болады деп. Қазір уже басқаша уже айтып жатыр да. Мнение қатты деп сол мнение. Оразаны ұстап беру керек деп. Енді қалай не істесем болады оны? Енді әрбір адам өзі сенген нәрсемен жолығады Аллахқа. Сен әйелді мәжбүрлемейсің. Бұл мазхабта ғалымдардың арасында хилаф болған нәрсе. Яғни сол нәрсені дұрыс деп есептеп істеп жатса істей берсін. Сонымен қанағаттанып істеп жатса істей берсін. Бұл яғни бір 7-ші ғасырларда бір ғалым өткен, Ал-Мақризи деген Мысырда. Сол адам, о кісіге тәрбие берген адам анасының әкесі болады. Анасының әкесі Ханафи болады. Өзінің әкесі мен аталары Хамбали болады. О кісі өмірінің басында Ханафи болады, себеп атасы Ханафи. Сосын өзі Шафи болып кетеді сосын. Бір семьяда Ханафи де бар, Хамбали де бар, Шафии де, білмеймін, балдар мүмкін Малики болған шығар деймін. Түсінікті ма? Бұл нәрселер, яғни адам бір ғалымдың сөзін алып, сонымен қанағаттанып тұрса, ол фиқхи мәселе. Бұл бұрында хилаф болған, қияметке шейін осылай оны бір сөзге жинап мәжбүрлеу бір адамның қолынан келмейді. Егер қолынан келгенде, оны бұрынғы сахабалар істеген болатын. Сахабалардың уақытында бар нәрсе ол. Біреу мұнайын былай десе, екіншісі былай дейді. Ол ақида мәселесі емес. Сол үшін сен бауырыңмен хилаф қыласың ба, әйеліңмен хилаф қыласың ба, бір адамның өзінің дұрыс деп білген нәрсесі соған қанағаттанып тұрса істей берсін. Сен төлегің келмесе төлемей ақ қой сал, өзі төлесін. Сен оны төлеуден қашып жатсың. Қаражат просто өте әлсін. Қаражатынан қорқпай жатқан болсаң, қаражатын бере сал.